Сәлем сандығыз. Қалайсың? Ал. Бостандыққа шығуыңмен? Сандыға прямой эфирдесің, айта бергенсің. Не үшін сұрадық? Северный Кореяға добро пожаловать деп айтпадым ба туғанда? Аман есен біз шықтық. Тоқаевтың сауатсыздығынан бізді алдын ала қамап әкетті. Анандай малдараны қарап тұр эфирде. Сауатсыз малдар тығылып атыр, беттерін жауып. Тоқаев сауатты болса, Мировой банктен тағы қарыз әкелмес еді. Назарбаевтың 200 миллиардын жабатын етті елге кіргізіп. Сауатсыз президент басқарып атыр да біздің елді. Бізді жазықсыз шындық айтқанымыз үшін ұрлап әкетті. Жұмысқа баратқан жерімізден 8:30-да ұрлап әкетті. Сізді де ұрлап әкетті. Ұрлап әкетеді. Бізде заң жоқ қарапайым халыққа. Тек қана банау министерстводан отқандарға заңның барлығы. Олар миллиардтап ұрлайды, оларға заң жүре береді. Қаншама миллиард ұрланып жатыр. Қаншама Қазақстанда жазықсыз балдарды атып жатыр. Олар сотталмайды. Шындық айтқандар ғана сотталады. Дұрыс. Денсаулық бәрі жақсы ғой? Керемет. Тоқаевтың сайлауына қатыстырмау үшін бізді салып әкетіп тұр. Дұрыс, алдын ала қамап. Қамап енді жіберіп тұр. 15 күн жаттық. Не за что? Миллиард ұрлағандар қамалмайды да сонда. Сауатсыз Қазақстан. Міне мынандай сауатсыздардың кесірінен біз жазықсыз отырып жатырмыз. Сауат барлық әйтпесе международный расследованияда четвертый власть дейді. Бәрі фактімен тұр. Ешқандай біз ойымыздан құрастырып айтпаймыз. Қараймыз, фактінің бәрін салыстырамыз. Документациямен сөйлейміз біз. Документпен сөйлейміз. Тоқаевтың сауатсыздығынан тағы да халықтың жаңағы коммунальный бәрі қымбаттайды. Өйткені Мировой банктан тағы қарыз келді Тоқаев. Назарбаевтың жанұясын, Назарбаевтың 200 миллиард долларларын Қазақстанға кіргізіп жатқан жоқ ол. Наоборот, тағы да қарыз алып, Қазақстанға шашады. Өйткені олар сауатсыз, миы жетпейді. Бүкіл Қазақстанның налогын, коммунальныйын түскен ақшаны жинап, халыққа жағдай жасаудың орнына олар Мировой банктен қарыз алып, сол жиналған ақшаны сол қарызға құйып, өздерінің шотын толтырып қоюды ғана ойлайды олар. Басқаға миы жетпейді, өйткені сауатсыз экономикадан жұрдай. Дұрыс. Рахмет. Рахмет, осы күресіп жүргеніңе, шығып жүргеніңе рахмет. Айтып, қорықпай ештеңеден. Қазақ ел осының белсенділері көп болсын, аман болайық.